Жыл басынан бері бізге халыққа жұмыспен қамту орталығына 17 мыңнан астам азамат келіп жұмыс мәселесі бойынша өтініш білдірді. Қазіргі таңда 4 мыңнан астам азамат жұмысы ретінде тіркеуде тұр. Өтініш білдірушілердің ішінен 7 мыңға жуық азаматты біз тұрақты жұмыспен қамтыдық. 3 мыңға жуығын жұмыспен қамту белсенді іс-шараларына қатыстық. Яғни оның ішінде жастар практикасымен, бағдарламасымен жұмыспен қамтыдық, қоғамдық жұмыстармен қамтыдық. Я вышла с декретного отпуска, у меня не было пенсионных отчислений и так далее. И, получается, мне на ресепшене предложили общественные работы. Но так как я до этого долго искала работу, меня устроили условия общественных работ, и меня направили на общественные работы в организацию. На самом деле бывает, что ты там где-то в газетах смотришь, где-то в интернете, да, регистрируешься, тебе никто не звонит. А здесь, по факту, в принципе, прозванивают, могут уже направить в организацию, да. Как бы есть возможность. Мамандар қолдарынан келгенше көмек беріп жатыр. Ешқайсына ренішіміз жоқ. Менімше жан-жақтағы келіп жатқан кісілерге де жақсы совет беріп, қолдарынан келгенше қолында мамандығы бар, дипломы бар адамдарды жіберіп жатыр.